Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сиясы кеппеген әңгімемнің тақырыбы демалшы періштем. Рая апа ауыр бір күрсініп қолына пультті алар-алмастан ескі диванға жантая кетті. Күндіз далаға шығып еді, күн қапырық екен. Ыстық желден онсыз да әжім қатпарланған бетін тыржитып, көп отыра алмады. Айналаға бір көз тастап, өткен кеткеннің қарасы көрінбеген соң үйге қайта кірген. Жалғыз кәрі адамға ас батсын ба? Екі шын аяқ шайды ішіп, ішінен білетін дұға тілегін күбірлеп, бетін сипағандай болды. Шаң басқан сағат тілі әзер қозғалып, жетіні көрсетіп тұр екен. Қазақстан арнасында жақсы бір түрік сериалы басталды. Соны көрсеңші, сағат 7:10-да бала-шаға барлығымыз улап-шулап, соны тосып отыратын болдық. Өзі түріктер бізге туыс дейме, әлгі бір Сүлеймен деген патшалары болыпты деп көрші кемпір бәтес айтып отырған анау күні. Көрсем көрейін, ермек болсын деп бұлда басын шұлғыған. 26 серия. Ауыр музыка ойнап, қаһарлы, өжет, келбетті бір ер адамның сұлбасы көрінгендей болды. Ой бұл, осыншама серияны көріп бәтес кемпір енді айтып отырма? Жас күнінде де осындай қызғаншақ, іші тар еді, қартайғанда да қоймайды екен деп бір ойлап қойды ішінен. Сериалды басынан көрмеген соң, Рая апаға сәл түсініксіздеу көрінді. Өздері өңдей, сарайлары зәулім керемет екен. Хан сарайындай деп осыны айтса керек. Мына елдер хор қызындай сұлу екен деп тамсанып қойды. Бір кезде Хатиже сұлтанның шешесіне өкіріп жылап, ұлымды өзім өлтіріп алдым, мен кінәлімін апа деген сөздерін естігенде, жүрек тұсы шым-шымдап, ауа жетпеуге айналды. Шаң басқан ескі теледидарда Хатиженің ұлы Мехметті құшақтап, қайғыдан жүрегі қарс айырылып, дәрменсіз күйде еңіреп жылап жатқан көрінісі жүріп жатты. Тура өзінің өмірі көз алдынан өтіп жатқандай сезілді. Я, қаншама жыл жүрегіне тыныштық бермей, өзін кінәлаумен, жазғырумен өткен күндерімен түндеріне себеп болған жан жарасы бітпеген екен. Аққұба келген сыпайы жас бойжеткен аялдамада автобус тосып тұрған болатын. Аудан орталығында тұратын нағашы-ағасы жиеніне, үйге келіп жатып қайт қалқам, жеңгеңе де жәрдем керек болып тұр. Бақшадағы жем-шидектер пісіп, езілуге айналды. Варенье, соленьелеріңді жасап, киноларыңа барып, дем алып қайтарсыңдар деп қолқа салған. Анасы қызын жіберуге қимаса да, барып кел, байқап жүргейсің деп қолын бұлғап қала берген еді. Автобус дәл 15 минутқа кешікті. Тамыздың ортасы болса да күн ыстық екен. Сұлу қыз алдыңғы бір орынға жайғасып отырды. Бір кесе арттан, қарындас, қасыңыз бос қой, отырсам бола ма? Алдыға отырсам ауданға бірінші жететін болармын деген дауысқа бұрыла қарады. Әдеміше киінген, қасы көзі қара, ұзын бойлы жігіт екен. Отырыңыз, қарсы емеспін деді ақырын ғана. Жігіт өзінің бетін қайтармағанына мәз болып, жайғасқаннан кейін жөн сұраса бастады. Атым Ерік, көрші ауылда тұрамын. Бұл ауылға бірнеше рет келсем де сізді көзім шалмапты. Осы мен барғанда сіз секілді әдемі қыздар қайда жүреді екен деді. Рая қыз ақырын ғана байыппен, мен Алматыда студентпін, ауылға жылына бір-ақ рет келемін. Біз былтыр көшіп келдік ауылға. Бәсе, әйтпесе сізді кездестіруім керек еді деді жігітте төпелей. Автобус аудан орталығына жеткенде, Рая қызды нағашысы күтіп алды. Қалқам, келдің бе? Жолдан шаршадың ба деп бәйек болып жатыр. Жол-жөнекей пысық жігіт Алматыда қайда оқитынын, қайда тұратынын жайлап сұрап алды. Сонау ауылдан Алматыға келе қоймас, еріккен ғой деп Рая қызда ол жігіттің сұрақтарына жауап берумен болды. Алматыда бұның ізінен қалмай сөз салып, жүрегі жараланғандар қаншама, бірақ ол біріне де үміт беріп, я деген емес. Ондағысы шешесінің қыз балаға селтеңдеп, әркіммен жүрудің қажеті жоқ.
бұйырған бақ кетпес деген сөзін жадына мықтап түйіп алған. Студенттер арқа-жарқа болып, жазғы демалыстан келіп бір-бірін құшақтап, мәре-сәре болып жатқан кез. Батыстан, шығыстан, оңтүстік пен солтүстіктен білім қуып, Алматыға келген олар өмірдің тамаша бір кезеңін бастан өткеріп жатқанын осы кезде білер ме еді шіркін. Артынып-тартынып екі қойдың етін алып, Рая қызда жатақханаға жеткен. Алдынан бір топ жігіт шығып, мен көтерем деп таласып, өзіне ұпай жинауға жанталасқан. Солардың ішінде көзіне таныс бір жүз оттай басылды. Ерік, дәл өзі. Қалай келді? Мұнда не қылып жүр деген сұрақтар санасында самсап тұрды. Ол болса сыр алдырмай, екі сөмкені екі қолына асып, 4-ші этажға көтеріліп кеткен. Кейін білді, ол да осы Казгудың студенті екен. Бұрын жатақханада тұрмаған. Қыздан бұрын келіп, коменданты айналшықтап жүріп, орналасып алыпты. Солай бұлардың қуанышты, бақытты, махаббатқа толы күндері басталып кеткен. Екеуі қыз жібекпен төлеген атанып, барлығы сырттарынан қызға қарайтын. Рая 3-ші, Ерік 4-ші курс бітіргенде отау құрып, жатақханадан жеке пәтерге шыққан. Ауыл-аймақ ұлан-асыр той жасап, құда-құдағиымыз көрші ауылдан деп ерекше қуанған. Уақыт сырғып өте берді. Бірі химия, екіншісі физика мұғалімі болып, өз ауылдарына келіп жұмысқа орналасты. Міне, осыдан кейін жұбы жазылмай бір-біріне бауыр басқан жас жұбайлардың өмірі өзгеріп сала берді. Кенжетайымыз қара шаңырағымыздың иесі, өлсек осының қолында өлейік деп, кәрі әке-шешесі ұл мен келінді қолына алған. 3 бөлмелі ескі үйде 4 адам тұрып жатты. Күндіз жұмыста, кешке ғана барлығы кешкі ас үстінде қал жағдай сұрасып, шүйіркелесіп қалатын. Бірақ осы Мәкен кемпір келінін жақтырмай отырғаны. Көбіне тәтті, дәмдіні өз баласының алдына қойып, келінге суық қарайтын. Үй шаруасына епті, тиянақты, тазақты жаны сүйетін Рая келіннің күн сайын жұмыстан кейін үй жинап, кір жуудан қолы әсте босамайтын. Келіндік міндетімді мінсіз атқарам деп жанталасатын. Ал иесі одан сайын келіне жылы шай танытпақ түгілі қабағы қатулығы болып әлек іздеп отыратын болған еді. Жұмыстан тым кеш қайтып жүрсің, байқа, жаман сөз келініп қалмайық деп ескерткен. Ондағысы келінінің көрші қолаң, алыс жақын туыспен араласып, сыйластық танытатын өзінше жорамалдайтын. Қайбір жетіскен қатын дейсің, бетінің ақтығын пайдаланып еркектерді арбап қояды. Ерігімді қор қылатын болды деп шайтани ойға берілетін. 8 март мерекесінде оқушылары берген бір букет гүлімен үйге кіріп келген Раяға. Гүлді кім берді? Әлде деп қақтып өткен. Осы кісінің әдеті несі? Неге бұлай арам ойлап әр нәрсені суыртпақтай береді деп ойлайтын. Кейін білді. Енесі жас күнінде қыдырымпаз, жеңілтек әйел болған екен. Әрине мұндай адам қартайғанда арам ойламай қайтсын. Көп ұзамай Раяның іші біліне бастады. Ол кезде қазіргідей аяғым ауыр деп жарияға жар салу жоқ. Босанғанда ғана ел, босанды ма деп таң қалсатын. Және 2 қабат екем деп 2 аяқты көтеріп жату да мүлдем жоқ. Таңның атысы, күннің батысы, бітпейтін кір жуу, тамақ істеу, одан қала берсе малдарға шөп жем беру, ауланы тазарту Раяның мойнына артылған. Ал күйеуі соңғы кезде өзгеріп келеді. Бұрынғыдай аялап, көмектесуді қойған. Доп ойнаймыз жігіттермен, карт ойнаймыз деп сылтауратып, түн баласы дала кезуде әдетіне айналдырған. Аядай ауылда жел сөз жата ма? Бірде Ерік жесір әйел Бағдатпен жақсы екен деп әйелдер шулап жүрді. Рая сабырға салып сенбеймін, оның ондайы жоқ деп бірнеше жерде айтып жүрсе де күйеуінің өзінен сұрауға батылы бармады. Ай күні жетіп, Рая аман-есен торсықтай ұлды өмірге әкелді. Көптен бұдан сырт айналып, сөйлеспей, қабағын шытып жақтырмаған сыңай танытқан күйеуі мәз болып,
Раяның да көңілі жайланған. Кішкентай періште сәби Нұрлан былдырлап өл дейтінді шығарған. Баланы да, үйді де, түзді де өзі қарап, барлығының көңілін табуға тырысып жүрді. Анасы кейде, қызым, өзіңді де күт, денсаулық керек деп қояды. Түнде бала бағумен, күндіз енесінің қабағын бағумен өтіп жатқан күндердің бірі еді. Сол түнін Нұрлан мазасызданып көп жылай берді. Ішінің желі бар деп, Рая құйрық май жағып сипаласа да, шырқырап сәби қояр емес. Көзі талып шаршаса да үйдегілерді оятып алмайын деп, өз бөлмесінде сағаттап әрлі-берлі көтеріп жүрді. Екі аяғын әзер басады. Кеше кешкісін енесі қонақтар келеді деп, бауырсақ пісіртіп, етті мүшелеткен. Үйді тағы бір тазалай саларсың деп, онсыз да мұнтазда үйді тазалатқан. Әлі кетіп, көзі жұмылып, ұйқыға кетіп бара жатқандай болды. Мүмкін баланың қарны аш па екен? Кейінгі кезде сүтте аш шығып жүр, емізіп алайын. Таң қылаң бере тарс-тұрс еткен дауыстан оянды. Әдетте атасы күн көтерілмей оянып, сыртқы есікті жапқанда біліп жататын. Атасы өте мейірімді, бірақ кейде кемпірінің сөзін сөйлеп кететіні бар. Қой оянайын, қонақтар келсе ұят болар. Көзін әзер ашып жанында жатқан баласын ескеді. Тәп-тәтті балапан ұйықтап жатқанда елестеді. Бір кезде баланың бетіне денесіне қарай аққан сүттен бетінің жабысқақ екенін көрді. Атып тұрып өзінің түнгі көйлегінің де сүт болып, дымқыл тартқанын байқады. Сәбиге таяп келіп еді, демі жоқ, дем алмайды. Құдай-ау, дем алмайды. Жан ұшыра айқайлады. Көрші бөлмеде жатқан Ерік жетіп келді. Бала өлді дей берді Рая. Ерік баланың бетін ұстап, демін тексерді. Аппақ сәби көгеріп кеткендей, кірпігі де қыбырламайды. Ауыл аймақ Раяны аяп мүсіркеп жүрді. Ал Ерік болса, араққа сылқия тойып келген күні баламды сен өлтірдің, сен деп ызалана, әйеліне ауыр-ауыр сөздер айтатын. Ата-енесі де жақтырмай, Раяның әр сөзін келе кетіп, жалғыз ұлдың тұқымын құрттың деп, бар кінәні Раяға артып қоятынды шығарды. Оңашада ағыл-тегіл жылап, жастығы жасқа малынып, қаншама түндер өткен. Онымен қоймай күйеуі, өңі бар деген қыз келіншектерді торауылдап, қақпанына түсірмей қоймайтын әккі селі жігітке айналған. Уақыт зымырап өте берді. Ата-енесі ұзақ науқастанып, бірінен кейін бірі дүние салды. Осыдан кейін Рая құрсақ көтермеді. Күйеуі де балалы болу туралы жақ ашпайтын. Оның сыртта ұл қыздарының барын білсе де, Рая бетіне басып, артық сөз айтпауға тырысатын. 2 рет инсульт алып, студенттік кезден отасқан жұбайы Ерік те кете барды. Сопиып 3 бөлмелі үйде өзі қалды. Кейде періште сәби Нұрланын түсінде көретін. Егістік алқабында жүргенде елестейтін. Таң ата, Рая апа дүниеден өтіпті деген хабар лезде тарады. Өзінің сәбиін байқаусызда тұншықтырып өлтіріп алған ананың жүрегі тоқтап қалды.